отырған Мирзадинов Ерғали Серікбаевичтің қарауындағы істеген Амеров прокурор болған. Ол нақты дәлел. Самудинова болды, Халиков Нұрлан болды, Абдыкадыров жоғарғы жаңағы генеральный прокуратурада екеуі бірге істеп қайтадан келіп, мұның барлығына бас көз болып, осы дүниенің бәрін жылатып еңіретіп отырған Абдыкадыровтың қатысы бар. Себебі мен ол кісінің жазып берген қағаздары, берген жауаптарын бәрін жоғарғы соттың төрағасы Асановқа жеткіземін. Ол кісі көзіне барлығына жетеді. Мен қай сұрақ қойсам да, қай шырылдаған айтатын әңгімелерім бәріне мен дәлелмен барамын. Мен осы үш кішкентай шахтердің семьясымын ғой. Қанша жыл, 23 жыл шахтада жұмыс істеді. Қанша рет завалда қалып жүріп, қараңызшы, осыншалықты заслугасы бар. Әкесі соғысқа қатысқан ардагер. Осында шахтердің қалған жесір, жетім қалған кішкентай немерелерін шырылдататын, осы бұрынғы прокурор болып кеткен Амеров пенен Самудинова, Халиков, осы жаңағы Абдыкадыров қандай қақылары бар? Жоқ әлде осы депутаттарда отырған генералдар барлығы осы Мирзадиновтың ағасына осындай тартып алып шешіп бер деген заң бар ма? Енді мен сол жаңағы құрметті ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа шырылдаған жан даусымды жеткіземін. Жүрек жарды айқай көмектеседі деген үмітпен сенімді білдіріп жүгініп отырмын. Ал мені осы сот билік өкілдерінің елендіру жер теліміне жүргізген теңсіз күресіне байланысты мен мәжбүр болып отырмын осы бүткіл халқымның, ел жұртымның, журналистерімнің алдарына шығуға көмек сұрап отырмын. Осы біздің бұрынғы ел жұртымыз біледі. Мыңдаған жылдар біздің бабаларымыз аңсаған арманына бабаларымыз жетті. Тәуелсіздікті қашан аламыз деп, тәуелсіздігімізді алдық, жақсылық болды. Енді мынандай халық үшін отырған соттар осыншама жыл шырылдататын қандай қақылар бар? Осыларға Қасым-Жомарт Тоқаев өз аузынан айтқанды естігем. Жесір, жетім балаларды жылатқан кім болса да мен аямайым деген. Осы кісіге осы жетсе, халық алдында осы кісілерге жаза қолдана ма? Қолданады деген сенімдемін. Енді жақсы, келесі сұрағымызға көшейікші. Сіз осы уақытқа дейін сол іс Ерғали, Мирзадинов Ерғали прокурор болып отырды ғой, прокурор болып отырған кезде осы істің бәрі үйде тартып алу уақытысын бәрі сол кезде болды ғой. Енді сол уақыттан сіз жаңа Мирзадинов Ерғалидің бардыңыз ба? Алдынан өттіңіз ба? Ерғали Серікбаевичқа 2007 жылы кірдім. Бүткіл құжаттарымды, сіздің бауырым, не үшін сіз маған жазылдыңыз деді. Мен сіздің бауырымыз Жанасбек Серікбайұлы, туған бауырымыздың шырылдатып жерімді алып, білгенін істеп атқан үшін мен сізге жүгініп кіріп осы жағдайды айтайын деп едім. Онда мен сізді бірге 10 минут қалғанда қабылдаймын деді. Ол кісі мені қабылдады, бүткіл құжаттарымды көрді. Құжаттарыңызға тек мұндай құжат бар екен, мен сенімдемес едім. Құжаттарыңыз өте 100% құжаттарыңыз заңды екен. Кіріскенім рас апай, Талғатқа да көңіл айтты. Соның 3 баласының жері еді деп едім. Енді мен бұдан кейін кіріспеймін деді. Ол кісі генерал ғой, қазір аға лейтенанты, бұрынғы болып кетсе де. Маған содан кейін Түсіпбековтың тұсында мінеки управленияның бастығы Касетовадан протезім бар, департаменттің бастығы Айсыннан протезім бар. Енді бұл Мирзадинов Ерғали Серікбаевичтің опасыздығы мен Асановтың алдына барғанда құжаттардың бәрін дәлелдеймін. Бұлардың маған істемегені жоқ. Бұлар маған істе қозғатты, қылмыстық істе қозғатты, бұлай да қорқытты. Барлық жерде мінеки Жанасбектің қолы жүр, Жанасбектің арызы жүр, бауыры бұның бәрін біледі. Мына 6-сы 2007 жыл, 20 жыл, 90 жыл шешім бар. Өтірік бұл шешім сол өкіметтің өзінде болған планерка. Соның мынау датасы. Бірақ ол кісіге 2 жылда 7-254, 5 күні 4-ші ай 90 жылы шешімім бар деді. Ол да өтірік, ол да отырған жаңағы қоғамның шешімі.
Оның спискісін мен алдым архивтен. 12 жылы мінеки шешімнің заголовок шапкасы. Мынаның ішінде бүткіл кісілерге берген жердің тізімі тұр. Мен мұны Асанов Жақыпқа, Нұрдәулетовке бұны көрсетем. Бірақ бұл кісілерге шындық жетпей жатыр деп ойлап жатырмын. Жетпей жатыр. Бұл кісі айтқан сейфке бәрін қойып қояды, бізге жеткізбейді деп. Содан кейін бұл кісінің бүткіл мына документтерін қарайшы, Амиров мынаның бәрін заверять етеді. Мына шешімде ешқандай печать жоқ, өтірік печать. Одан кейін бар мынандай шешімді жасайды, Амиров заверять етеді. Мынандай өтірік приказды Амиров заверять етеді. Қараңызшы, мына өтірік қол. Мына жағында екінші приказ алдым, басқаша қол, басқаша жазылған. Мына бүткіл жасаған акт отвода, земельный акт, барлығын Амиров заверять етіп отыр. Енді бұл кісілер жан таппай, бәрі дұрыс болмаған соң аренда алған. 2006 жылы Жабагиевке шешіп алған екен. Оны мен қазір сіздерге дәлелдеп берем. Оны мінеки акт отвода Амиров заверять етеді, өтірікті бәрінде бір қол. Момышұлы деп решение береді, решениені көшені біз 2006 жылы сентябрьдің 17 күні алғанбыз. Мына қараңызшы, мынаның бәрі өтірік заверять еткен, өтірік документтер. Мен осы жолы барам, Астанада бұның барлығы көрсетем, президентке дейін жетеміз. Мінеки Мирзадинов, мен істің бәрімен танысып отырмын деп, барлық жерде қол қойылады. Мен Мирзадинов Жанасбек Серікбай ұлымын деп. Мирзадинов Ерғалидің осы іске қандай қатынасы бар деп ойлайсыз, Ерғалидің? Бұның қатынасы бар болмаса 15 жыл осы. Бұны басқа соттар шешіп отырған жоқ. Бәрі прокурор болған соттар шешіп отыр. Мен Самудиноваға кірдім. Сіз деген неге осы заңсыз документті шешіп жатырсыз? Ертең күні қорықпайсыз ба деп. Мен қалай қорқам, бұның бәрін Амиров шешімін кері қайтарса, мен автоматически шешімді кері қайтарам дедім. Міне арендаға алған жерін надзорный Верховный соттың шешімі тұр. Арендасын отмен жасайды. Көрдіңіз ба? Бұны 6-11 күн 8 жылы отмен жасайды. Бектасова менікін заңдығып шешіп береді, олардікі заңсыз деген. Сонан кейін бүткіл арендасын барлығын менікі жоғарғы сот постановление шығарады. Содан кейін 19 күні менің пайдама постановление надзорный коллегия шығарады. Оның үшін Абдыкадыр бар еді, бәрін келісіп көріп отыр. Смолин кеткеннен кейін бұл білгенін істеді ғой. Сол жерде отырған Алтай Қасымов менің СМИдегі журналистеріме жауап берді. Жармұхамбетованың үшінші сұраймын жаңағы пайдасына шешілді деп. Мінеки әкімнің берген қағаздары. Мен 3 кішкентай әке-шешесі қалған капитан балаларына мен жерді бергенім рас деп берді. Мінеки опекунстводан 3 баланыкі. Енді қандай да болса, бұлар жүрек жұтқандар екен. Заңсызды белінен кешкен соттар бұл халық үшін отырғандарын қалай ұмытып кетті? Күнде Мирзадинов Ерғалидің жаңағы туған бауыры Мирзадинов Жанасбек үйді өз атына аударып алды ма? Ол үйді 3 наурыз күні 19 жылы оформить етіп алды. Сонымен мен Усенова Рита адвокатым, государственный адвокат, ол кісі 2006-дан келе жатыр. Жаңағы барып құжаттарға кімнің атына жазылған десе, бізге Мирзадинов Жанасбек Серікбайұлы жазып алды. Әйелі Мирзадинова Майя Балшановаға жазып алды деді. Содан мен Жанасбекке бардым. Менің өйерді бір үйімді бұзды, екінші үйім тұр, үшінші үйімнің жартысынан жоғарғысын салдым, бүткіл материалым қалды, 9 миллион алдым. 9 миллионнан қараңызшы. Мен 9 миллионнан, міне 11 миллион 602 мың соттың шешімін шығарып алдым, төледім. Енді 1 миллион 444 мыңды мен әлі күні бүгінге дейін төлеп жатырмын. Мына не деген сұмдық, бұл елбасы қайда, генералды отырған депутаттарымыз қайда, үлкен жоғарғы отырған орындағы лауазымдар қайда. Енді Тамара бізді Дүйсенді қабылдайды деді. Мен білмеймін. Шындық шығады деп мен сенем, себебі мен документім бәрі заңды. Президентке аппараттан жаңа да хабарласты. Сіздің журналисткаңызды біз қабылдамаймыз дейді. Неге қабылдамайды? Ол кісінің қолында сенім хат бар, оригинал. Менің юристім бар, заң газетінден адвокатым бар, тағы да адвокаттарым бар десем,
ол құжаттары заңды болса, құжаттары заңды болмаса, бұл кісілер кірісе ме? Бұл кісілер бұның бәрі сенімді болғаннан кейін, ақты қара деді, қараны ақ дегеннен кейін, жан жүректері шыдамай, осы іске кірісіп отыр. Бәрібір шындық шығады ғой. Енді бұл жоғарғы сотта маған Ерманов айтады. Апай, сіздің документтеріңіздің барлығы Әуезов ауданының уничтожены, просрочено. Мен күні бүгінге дейін соттасып жатырмын. Қалай уничтожены? Әуезов ауданының канцелярия менен жаңағы архивінде отырған Мирзадиновтың қызы Зарина дедім. Жанаспекке бардым. Неге қызың құжаттарды жоқ қылады? Жанаспек, сен осы құжаттар жоқ болса, қызыңды сотқа берем. Бірақ менде бір том емес, неше том тұр. Әр сотқа шешімі де тұр, оригиналдар әр сотқа жазған арызымыз да тұр, соттың жауабы да тұр, бәрі тұр. Енді Зарина Бостандық ауданына қашып кетіп отыр, канцелярия мен архивке. Қазіргі уақытта барып тексердік, Зарина қазір Бостандық ауданына кетіп қапты. Бірақ мен документтерімді уничтожены деп айтуға ешкімде қақысы жоқ. 75 біздің көзіміз ашық, оқыған адамбыз, сауатты адамбыз. Оригиналдар өлгенде 75 жыл тұру керек. Біз қазір бүткіл жаңағы тергеу жүргенде өзіміздің құжаттарымызбен Әуезов ауданындағы, қаладағы, Алмалы ауданындағы соттардың шешімінің бәрін сличительный жасаймыз. Тексереміз. 148 барақ менде нем тұр, құжаттарым тұр. Сол құжаттарымды жоқ жібергеннің не себепкер болып отырған Абдыкадыров. Мен жақында Жанаспекке кірдім. Жанаспек, мен ана үйдің ішіндегі шлангымды алайын, бір-екі жаңағы бачогымды аламын деп сөйттім. Сөйтсем, менің үйірдегі үйімдегі пластиковый терезем орнында тұр, есікті бұзып кірген. Кірттің бәрі мені описпенен Әуезов ауданының роводының капитандары, жаңағы лейтенанттары описпен алған. Менсіз далада құлпымда бұзды, үйдікін құлпымда бұзды. Енді бұлардың құрғызым болып тұр ғой. Менің сенетінім бір Алла. Маған Алла көмектеседі. Және осындай адал Қазақстанға еңбегін сіңіретін, болашағы зор болатын журналистерімді мен сенемін. Әсия апай, соңғы сұрақ. Сіз айтып кеттіңіз ғой. Мирзадинов Жанаспек сіздің үйіңізге келген кезде жалғыз өзі келмей, жаңағы адвокаттармен, құқық қорғау органның қызметкерлерімен, прокурорлармен келіп ұрып соқты дедіңіз ғой. Сізді ұрды, қол көрсетті. Сол қазіргі уақытта сіз айтып отырсыз, сол ұрған уақыттағы жаңағы зияндардың барлығы қазір сізде шығып жатыр, сондықтан сіздің бір құлағым естімей қалды, емдеуге келмейді деп айттыңыз ғой өзіңіз. Я, мен оны ордан қағазын бәрін алып берем. Маған сенбесе, менің бүткіліне қолымды бәрін әлі көтере алмаймын. Денсаулығым әсер етті, давление пайда болды. Мен шырылдап жүрген анамын, аманаты, Алланың тастап кеткен аманаттарын қалай да болса жеткіземін, оқытамын, үйін саламыз, жеткіземіз көзімнің тірі күнінде десем, мынау тоймаған кеңірдектері кернедей болған Мирзадиновтың ағалары, ағасы, осының қарауындағы істеген соттарға қандай да болса шара қолданады. Бүткіл ел жұртыма рахмет, еліме, жұртыма рахмет, барлығы сіздердің шығарған. Мен Алматы облысының соттың төрағасы болам. Оформляйтесь деп айтты, мен оформить еттім. Солар жауап берсін деді. Мирзадиновтың айтқан сөзі тура аналарға шоқпар болсын. Мәліктегі мен Абдыкадыровқа сауап. Мен енді оларды аямаймын. Қалай да болса осының бәрін дәлелдеймін. Жанаспек соларға байланысты мен үйді оформить, үйді де салғаным солардың сөзімен. Мен басы көзінен тоқпақтап шешім шығар деп айтқан жоқпын бұларға. Өздері шығар, қолыма шешімді беріп отырды дейді. Енді Мәліктегінің тұсында мен Асановқа көрсетем, кіргенде 15 миллион сұрады. Қараңызшы, бұл деген өте опасыздық қой. Мінеке, Мәліктегінің тұсында менен мінеке заңсыз шығарған Мәліктегі сотты дұрыс жүргізбеді. Сіз жұма күні бастадыңыз, Алла қаласа сіздікі шешіледі деп мені компьютерге бала ұқсатып Мәліктегі алдады. Мен бетінің қалы бар ғой, бұл Құдайға қараған адам екен десем, көргенсіз болып шықты. Сол соттың тұсында бір-екі күн қалғанда менің адвокатым мынандай құжат берді. Договорға қол қойыңыз дейді. Мінеке оригинал. Мен Қайрат Абдыразақ Мамұлына да жеткіздім.
мінекей печать тұр. Осы 15 миллионға қол қойсаңыз, Мәліктегі шешеді, жоғарғы соттағы отырған лауазымды бір адам бар, оған береміз, жеріңізді аласыз. Мен ол 15 миллион саған қайдан тауып беремін дедім, Бексұлтановқа. Қайрат Абдразакович мынаны естісе, сіз не айтасыз деп ем, мені Мирзадинов пен Кубарак көндірді деді. Осылай істеңіз. Ол кісі 220 мың сұрады, Жексеков 70 мың сұрады. Сот болған жоқ, шоу болды Мәліктегінде. Президентский аппараттың алдында тұрмын. Шақыру бойынша мен Тамара Дүйсеновнаға приемға келдім, бүткіл госслужбаның адамдарына. Енді қысқаша айтқанда, осы ораза айында маған бір Алла көмектесіп тұрған шығар. Алланың арқасында өткен осы үлкен лауазымды адамдарға келдім. Осы менің 15 жыл 7 ай шырылдаған үнімді Алла естіді. Маған бір Алла ғана көмектеседі. Мен Аллаға сенем. Тамара Дүйсеновна қабылдап осы жұмыстың бәрін шешіп берді. Президентіміз, Қазақстан ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы осы үнімді естіп, менің осы шырылдаған үнімді естіп, үйімді, жерімді қайтарып беріңізші. Жетім жесірді жылатпаңыз. Менің кішкентай немерелерім бар. Немерелерімнен шөберелер сүйдім. Бұл не деген сұмдық қашан шешіледі, қашан сізге жетеді. Енді мен сізге жетеді, шешіледі деп сенемін. Ертең Алла бұйырса, үлкен лауазды, керемет үлкен Тамара Дүйсеновнаның алдына барамын. Осыдан шешіледі деп ойлаймын. Алла шешіп берсін маған. Аллаға сенемін.